Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит болған десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, дәл осы рецепт түрін сіздер де жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетуді де ұмытпаңыз. Ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен ыдысымызға творогымызды салып, блендеріміздің көмегімен творогымызды майдалап алатын боламыз. Міне, творогымыз дайын. Дәл осының үстіне кокос ұнтағын, одан кейін жарты банка сгущенкамызды құйып, массамызды біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Рецепттің толық мөлшерін описанияда жазып қалдыратын боламын. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, барлығын араластырып алдық. Ендігі кезекте екі қолымыздың көмегімен алақанымызға осылай айналдыра отырып, шарик тәріздес пішін жасап алатын боламыз. Міне, біздің біркелкі болып шыққан десертіміз дайын. Ендігі кезекте осылай барлығын дайындап алғаннан кейін құрғақ ыдысымыздың ішіне кокос ұнтағын салып, дәл осы ұнтақтың үстіне десертімізді салып, осы кокос ұнтағына аунатып алатын боламыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан десертіміз дайын. Құрамы қолжетімді, жасалуы өте оңай, небәрі 15 минуттың ішінде дайын болатын десерт түрі. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Дәл осы рецепт түрін сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ал бізге ас болсын.